Must пен have to'дың айырмашылығын біраз уақыт бойы ажырата алмай келесіз бе? Олай болса, біз бүгінгі видео сабағымызда must және де have to модельді етістіктеріне егжей-тегжейлі тоқталып, оны түсіндіріп өтетін боламыз. Ал сіз видео басталмас бұрын арнамызға тіркеліп, қоңырау мен лайк арқылы бізді қолдап өтсеңіз қатты қуанамыз. Бүгінгі сабағымыздың мазмұны ол have to және де must'ың қолдану ерекшеліктері, олардың бекіту, болымсыз және сұраулы формаларындағы бір-бірінен айырмашылықтары. Олар бір-біріне өте қатты ұқсас келеді, сондықтан да оны көбісі шатастырып жатады. Ал have to'дың алдымен оның қолдану ерекшеліктеріне келетін болсақ, have to ол қарапайым белгілі бір міндетті көрсететін кезде, білдіретін кезде қолданылатын модальді етістіктің бір түрі. Have to'дың мағынасы ол бір нәрсеге мәжбүрлі түрде жасау дегенді білдіреді. Яғни біз оны өзіміздің қалауымыздан шығып тұрғандықтан жасамаймыз. Біреу бізге мәжбүрлі түрде оны жасатады, соның арқасында біз жасауға міндетті боламыз. Ол көбінесе түрлі заңдарға немесе мектеп ережелері деген секілдіге қолданылады. Енді have to'дан кейін біз міндетті түрде инфинитивті, яғни етістіктің негізгі түрінде қолданамыз. Мұнда жазылып тұрғандай, мысалы қазақ тілінде біз оны мен қазір кетуім керек болатын болса, онда біз оны ағылшын тілінде I have to go now деп жазамыз. I have to go now. Мұнда қарасақ, go деген сөзіміз ол өзінің инфинитив, яғни бастапқы түрінде қолданылып тұр. Ал осы шақтағы have to етістігі тұлғаға байланысты түрін өзгертеді. Мысалы, he, she, it пен бірге has to қолданылады. Ал you, we, they мен бірге have to қолданылады. Біз оны алдыңғы сабақтарда да айтқан болатынбыз. Мысалға, ол өз жұмысына қызығатындай етіп көрсету керек. She has to pretend that she is interested in her job. Біз басқа үшінші жақ туралы айтқан кезде, біз міндетті түрде have to'ды has to'ға алмастырамыз. Егерде басқадай мысалы біз көмекші етістіктерді қолданамыз, егерде сұрау сөйлем жасайтын болсақ, ол осы шақта do, does болады, ал өткен шақта did, ал келер шақта will. Мысалы, сізге азық-түлік дүкеніне бару керек пе, әлде онлайн сатып алу керек пе? Мысалы, бұл жерде do you have to go to the grocery store or do you shop online деген секілді. Have to бұл бар болымсыз сөйлемдерде көмекші етістіктен кейін бөлшекті қосамыз. Біз қандай бөлшекті қосамыз? Ол жерде not деген бөлшек емес, бізге жалпы үйреншікті болып қалғандай, біз ол кезде don't дегенді қосамыз. Маған мектепке барудың қажеті жоқ деген болса, онда I don't have to go to school. I study at home. Don't have to айырмашылығын қазір түсіндіреміз, бірақ та қысқаша айтсақ, ол don't have to деген барсам да болады, бармасам да болады деген секілді мағынаны білдіреді. Ал өткен шақта have to етістігі had to'ға өзгереді, ал келер шақта will қосылады дағы will have to. Мысалы, маған көшуге тура келді деп біз өткен шақта айтқымыз келетін болса, онда I have to move out болады. Яғни, мен көшкім келмеді, бірақ та көшуге тура келді. Я вынуждена деген сөз білдіреді. Ал мен бас тартуға мәжбүр боламын белгілі бір мәселені көріп тұрмыз да, и болашақта біз бір нәрседен бас тартуымыз керек болса, I will have to refuse деп айтамыз. Ал келесі кестеде have to модельді етістігі бар сөйлемдердің түрлерін көрсететін боламыз. Мына жерден көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мынадай present simple, яғни қазіргі шақта қолданатын болсақ, бірінші түрі ол мақұлдауыш сөйлем. Жалпы мақұлдауыш емес, көбінесе оны біз болымды сөйлем деп атаймыз. Мысалы, бізге жаңа есепші табу керек. Біз негізі есепшіміз бар еді, бірақ та ол кетіп қалғандықтан мы были вынуждены, біз мәжбүрлі болдық. Ол мектеп формасын кию керек. We have to find a new accountant. He has to wear a school uniform. Ал егерде болымсыз сөйлем жасайтын болсақ, онда мысалы жаңа you, I, we don't have to wait here. Біздің бұл жерге күтуіміздің қажеті жоқ. Ал басқа адам туралы айтқымыз келсе, ол төлеуге міндетті емес. She doesn't have to pay.
doға es қосылып doesn't have to болып кетеді. Ал сұраулы сөйлемде үнемі біз айтатындай көмекші етістігіміз өзіміздің есімдіктің алдына қарай шығып кетеді да, do you have to go? Саған кету керек пе? Сен кетуге мәжбүрлісің бе деген секілді. Does it have to be so hard? Бұл соншалықты қиын болу керек пе? Ал одан кейінгісі өткен кездегі қарапайым, яғни past simple. The bakers had to move the house because the rent was too high. Олар жалдау ақысы тым жоғары болғандықтан да наубайшылар үйді көшіруге мәжбүр болды. Өткен шақта көшіруге мәжбүр болды, сондықтан да had to'ды. Біз бұл жерде барлығында had to'ды қолдана береміз. Тек қана болымсыз болған кезде, мысалы, сізге соншалықты ерте тұрудың қажеті жоқ еді. You didn't have to wake up so early. Ал сұраулы сөйлемде бұл кезде өткен шақтағыдай did'іміз алдына қарай кетеді. Did you really have to tell her? Оған шынымен де айту керек пе еді? Ал болашақ қарапайым, яғни future simple'да біз болым сөйлем айтқан кезде, болым сөйлем деген жалпы болмайды деген секілді емес, болады деп айтқан кездегідей. Мысалы, біз оған шындықта айтуымыз керек. Болашақта we will have to tell her the truth. Бұл жерде қандай мағынаны білдіреді? Ол, яғни біз негізі айтқымыз келмеді, бірақ та енді бізді жағдай мәжбүрледі айтуға. Сондықтан да біз болашақта айтуға мәжбүрліміз. Ал егер де болымсыз сөйлем айтқымыз келетін болса, онда біз енді бұл мәселе туралы ойлаудың енді қажеті жоқ. We will not have to think about that problem anymore. Яғни біз бұл жерде we will not have to. Ал білесіз ба, will not have to'дың тағы да мынандай қысқартылған түрі бар. Will not дегеніміз ол won't деген мен бірге екеуі просто қысқартылған түрі. Ал сұраулы сөйлемде біз will I have to wear that skirt? Мен бұл юбканы киюім керек пе? Мен бұл негіз маңызды ма сондай? Енді түсінікті деп ойлаймын, қалай қолданылуы керектігі. Бірақ та енді ары қарай біз одан кейінгі түрге келейік. Біз жалпы күнделікті өмірде have to ғана емес, have got to деген сөз тіркестерінде жиі кездестіреміз. Яғни оның басқа да қысқартылған түрлері бар. Олар мысалға got та деп айтылады мысалы. Яғни егер де сіздерге түсінікті болған қаласаңыздар, got та деп біз оны have got to. Біз бұны қашан қолданамыз? Мысалға, мен кетуім керек деген жағдай болады. Мен кетуім керек, ол I've got to go. Мен кетуім керек, себебі менің анам күтіп отыр. My mom is waiting for me. Сонымен қатар, бұл жерде have to бір нәрсе туралы болжамды немесе бір нәрсенің ықтималдылығын білдіру үшін де қолданылады. Мысалға, менімен қалжыңдап тұрған шығарсың. You've got to be kidding me. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде бір нәрсенің сен кажется қалжыңдап тұрсың менімен. Яғни бұл жерде біз көрініп тұрғандай, мына жерде have to деп қате етіп қалған, бірақ та негізі бұл не қолданылатын нәрсе have got to. Бұның егер де ағылшын тілінде түрде қалай болатын жазғанымды қаласаңыздар, you've got to be kidding me деп айтсақ болады. Осындай қолданыста да бұл кездеседі. Сонымен қатар, бұл have got to өрнегін дәл қазіргі жағдайда да қолдансақ болады, немесе ал had to'ды басқа жағдайларда, шақтарда қолданады. Мысалға, біз бұл туралы бірдеңе істеуіміз керек. We've got to do something about it. Бүгін кешке үйде қалуымыз керек. We will have to stay at home tonight. Ауа райы қорқынышты, себебі the weather is horrible. Have to бұл жерде модальді етістіктерден басқа модальді етістіктерден кейін де қолданылады. Мысалға, бірдеңе болуы мүмкін екенін көрсету үшін may немесе might'тан бұрын болуы мүмкін. Мысалға, my cousin may have to drop out of school and start to work. Нағашы атам оқуын тастап жұмысқа кірісуі мүмкін. Ол болашақта соған вынуждена болуы мүмкін, яғни мәжбүрлі болып қалуы мүмкін. Яғни бұл жерде модальді етістік өзі жалғыз ғана емес, басқа модальді етістіктермен бірігіп, солай комбинациясы да құрылуы мүмкін. Енді мына тұрған екінші мысалға да көз жүгіртсек,
Бұл жерде бізге келесі аптада қосымша жұмыс істеуге тура келуі мүмкін деп айтылған, яғни we might have to work overtime next week. Біз мәжбүрлі болуымыз мүмкін. Ол біз жаңағы болашақта айтқан кезде, жай ғана болашақта айтқан кезде, ол мәжбүрлі болады болашақта. Ол по-любому жасайды. Ал бұл болашақта болуы